Сәлем достар, бүгін сіздердің назарларыңызға осындай ерекше болып пісетін, өте дәмді, жұмсақ болып пісетін пирогтың рецебімен бөліскім келеді. Кескен кезде ішінде осындай улитка сияқты болып піседі. Қараңыздар, ішіне әртүрлі ягода, жеміс-жидек немесе өрік мүйіз әртүрлі нәрсе салып пісіруге болады. Ол үшін бізге қажетті заттарды описаниеда рецебін қалдырамын. Ол үшін ең алдымен құймақ пісіріп аламыз. Құймағымыз сүтпен немесе айранмен пісірілген болса да маңызды емес. Одан кейін творогқа шекер, жұмыртқамызды салып, блендермен езіп аламыз. Немесе қасықпен жақсылап езіп аламыз. Бұл заттардың орнына негізі дүкенде сатылатын творожная массаны да салуға болады. Содан кейін өрік мүйізімізді салып, жақсылап араластырып, масса дайындап аламыз. Ал енді пирогымызды дайындаймыз. Формаға, менің формам 24 сантиметрлік, соған пергамент қағазын салып, негізі пергаменттің орнына фольга салған жақсырақ. Содан кейін әрбір құймағымызға осылай творогты салып, орап, пирогтың формасын шығарамыз. Видеода көрсетілгендей қарап отырыңыздар. Осылай блинайларымызды орап, барлығын шетінен қойып шығамыз. Кейбір жерлері кусоктары жетпей қалуы мүмкін. Ол жерлерге блинайларды бөліп, жартысын орап, бұрыштарына салып жібереміз. Мінекей барлығын толтырып шықтық. Енді үстіне заливка дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа қант пен жұмыртқаны қосып, араластырып, жақсылап пирогтың бетіне біркелкі етіп құямыз.
Міне осылай болып шығады. Енді духовкада 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Оған дейін ыстық суға шоколадымызды салып ертіп аламыз. Бұл маңызды емес, жаңағыдай етіп пісіріп алып, бетіне любой вариантта оформление жасауыңызға болады. Мен үстіне шоколад езіп әрлеуді жөн көрдім. Мінекей пирогымыз дайын болды. Енді әбден суығанша бөлме температурасына қойып қоямыз. Содан кейін жан-жағын осылай пышақпен кесіп алып, жайлап шешіп аламыз. Абай болыңыздар, сындырып алмаңыздар. Әбден суыту қажет. Үстін әртүрлі вариантта әсемдеуге болады. Мен осылай жасағым келді. Үстіне жазда жинап алып қатырып қойған малиналарымды салып әрледім. Мінекей осындай өте дәмді, әп-әдемі, күшті пирог шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен бірге болған Толқынай. Менің каналымда бұдан да басқа әдемі, жақсы, қолжетімді рецепттер өте көп. Қарап, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазып қойыңыздар.